Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер Орео пирогын дайындайтын боламыз. Өте ерекше тойымды пирогтардың бірі. Сондықтан міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ал ендеше ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды аламыз. Оған қант ұнтағын саламыз. Үй жағдайында қантты қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Кейін араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып араластыратын боламыз. Кейін разрыхитель және де кукурузный крахмалымызды саламыз. Одан соң какао ұнтағын саламыз. Кейін араластырып сетадан өткен ұнымызды салып қамыр илеп алатын боламыз. Біздің дайын жұмсақ қамырымыз дайын. Кейін қамырымыздың кішкене бөлшегін алып қалатын боламыз. Бетін жабу мақсатында оны осылай етіп колбаса жасап алып, мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Кейін табамызға осылай етіп пергамент қағазын төсеп аласыздар. Одан соң бірден қамырымызды формаға салып, қолымызбен текшелеп жайып шығатын боламыз. Және де жан жақтарына бортик жасаудан ұмытпаңыздар. Кейін қоспамызды дайындайтын боламыз, яғни начинкасын. Ол үшін үй сүзбесіне қантты салып, кейін жұмыртқамызды салып, одан соң 20%-дан жоғарғы қаймағымызды салып, блендердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Кейін дайын қоспамызға Орео печеньесін саламыз, яғни осындай Орео печеньесін алып, 8 штук менде сыртын оқтаумен осылай етіп уатып аласыздар. Өте ыңғайлы, осылай жасаған, сондықтан осылай жасауға сіздерге кеңес беремін. Кейін начинкамызға, біздің творогты начинкамызға Орео печеньесін осылай етіп салып, араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте біздің формамызға осылай етіп начинкамызды құйып аламыз. Начинкамызды құйып алып, бетін тегістеп, формамыздағы артық қамырды начинкаға жақындатып, осылай етіп төмен кішкене түсірдім. Егер де қамырларыңыз начинкадан көптеу болып кеткен жағдайда осылай жасауға сіздерге кеңес беремін. Кейін мұздатқыштан шыққан біздің қамырымызды өткіштің көмегімен осылай етіп өткізесіздер. Үлкен өткіштің үлкен көзінен өткізіп, бетіне әдемілеп декор жасайтын боламыз. Бұл жоғарғы слойы өте әдемі слой, сондықтан осылай етіп істеп аласыздар. Алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің дайын пирогымыз. Мен суытып үлгермедім. Үйдегілердің қалауы бойынша. Біздің үйдегілер өте жақсы көретін пирогтардың бірі. Сондықтан бірден кестім, кішкене суытып. Сіздерге міндетті түрде дайындап беруге
кеңес беремін, дайындап көріңіздер. Өте дәмді пирог. Бір көргеннен ғашық боласыздар, қайта-қайта дайындайтын боласыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер. Ас болсын.